Абай Құнанбаев 34-ші қара сөз. Жұрттың бәрі біледі, өлетұғынын және өлімі үнемі қартайтып келмейтұғынын, бір алғанда қайта жібермейтұғынын. Қазақ осығанда амал жоқ, нанады. Анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және хамманы жаратқан Құдай бар. Ақыретте сұрау алады. Жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылғайды. Жазғыруы да, жарылғуы да пендесіне ұқсамайды. Бегерек есепсіз қинауы да бар, бегерек есепсіз жетістіруі де бар деп бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбеймін. Олар сендім десе де, анық ақиқат көз жетіп, деп ойып сенбейді. Ол екеуіне анық сенген кісі уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері іздеп таба береді. Егер де осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз. Олардың мұсылман деп қалайша иманы бар ғой дейміз. Кім ақыретте де, дүниеден де қор болмаймын десе, білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі ынтық құмарлық бірдей болмайды. Екі қорқыныш, екі қайғы, оларда бірдей болмайды. Мұндай екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда, қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы ақырет қайғысынан, ақырет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер. Біздің қазақта мұсылман екен. Егер де екі нәрсе болса, бірі ақыретке керекті, бірі осы дүниеде керекті. Бірін алса, бірі тимейтұғын болса, сонда біреу ақыретке керектіні алмай, екінші кез келгенде алармын деп. Жоқ, егер кез болмайтұғын болса, кең Құдай өзі кеңшілдікпен кешіреді дағы. Мына кезі келіп тұрғанда, мұны жіберіп болмас деп, дүниеге керектіні алса, енді ол кісі жанын берсе, ақыретте дүниеге сатқаным жоқ деп нануға болама. Адам баласына адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашуғуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің бәрі бірдей. Ақыретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, махшарда сұралуың бәрі бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне қаупің, екі дүниенің жақсылығына рахатың бәрі бірдей екен. 5 күндік өмір бар ма, жоқ па, біріңе бірі қонақ екенсің. Өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің бағына, малына күндестік қылып, я көрсе қызарлық қылып, көз алартыспақ лайық па? Тілеуіңді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегіңді жандыр демей, пәленшеңкінен әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына лайығы бар ма? Екі сөздің басын қосарлық не ақылы, не ғылымы жоқ тұра, өзімдікін жөн қыламын деп, құр ой Тәңір-ай деп таласа бергеннің несі сөз? Оның несі адам? Абай Құнанбаев 35-ші қара сөзі. Махшарға барғанда, Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шейттерді қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғиззат құрмет алмақ үшін, қажы болмақ үшін қажы болғанды, молда болғанды, сопы болғанды, жомарт болғанды, шейіт болғандарды бір бөлек қояр дейді. Ақыретке бола бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппақ үшін болғандарды
бір бөлек қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді. Сендер дүниеде қажекеңе, молдекеңе, сопекеңе, мырзекеңе, батырекеңе аталмақ үшін өнер қылып едіңдер. Ол дүниенің мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниең харап болған. Бірге қылған өнерлерің де бітті. Енді мұнда құрмет алмақ түгіл сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім. Не үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіңе ақыретте ұстап, деп ниетті дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарп қылдыңдар, деп. Әне, шын ниетімен орнын тауып, бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп, малдарыңды, өмірлеріңді сарып қылып едіңдер. Мен разы болдым. Сіздерге лайықты құрметті орным бар, дайын. Кіріңдер. Хам ол разылықтарыңнан басқа осы машқар ішінде сендердің осы қылғандарыңа өзі қылмаса да, іші еріп, ынтық болған достарың табылса, шафағат қылыңдар, деп айтар дейді.